Біздің бала кезімізде ауылда көршілердің арасында шарбақ болмайтын. Балалар кімнің үйінде той, ас, құдай тамақ болса, сол үйдің төңірегінде жүреді. Көршінің үйінен барып нан сұрау, тұз сұрау, 15 үй бір құдықтан су алып ішу, қонаққа кетіп бара жатсаң көршіңе үйіңді малыңмен бірге қалдырып кете беретінбіз. Көрші ол ағайын емес, туыс болмауы да мүмкін, бірақ ерекше адам, рас қой. Көршің жақсы болса тынысың. Алыстағы ағайыннан алдыңдағы көрші аршық деген сөздерді сол жылдары жиі естуші едік. Қазір біз сол қарым-қатынасты жоғалтып алғандаймыз. Қай кезде барсаң да көршің күлімдеп, кел, төрлет.